على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum құрметті бауырлар мен әпке қарындастар. Көз айым атты бағдарламамыздың кезекті санына қош келдіңіздер. Күн сайын ертемен адамдар өздерінің ризықтарын іздеп жұмысқа шығады. Міне бұл бүкіл пенде атаулының тірлігі. Сондай-ақ тек адамдардың емес, бәлкім бүкіл жануар атаулының таң ертемен қылатын тірліктері де осы. Әне құстар ұяларынан шығып ризықтарын іздейді. Жануарлар паналарынан шығып ризықтарын іздейді. Көпшілік ерте тұрып тірліктеріне кіріседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: егер сендер Аллахқа тәуекел етсеңдер, яғни сендер ризық іздеп, жұмыс істеп, еңбектенсеңдер, егін егіп, жер жыртып, аңшылыққа шықсаңдар, саудамен айналыссаңдар, сонымен бірге жүректер Аллахқа үміт, сенім артатын болса, пайғамбарымыз айтады: егер сендер шынайы Аллахқа тәуекел етсеңдер, сендерді құстарды ризықтандырғандай ризықтандырады. Қайтып, ертемен аш шығып, кешқұрым тоқ оралады. Яғни, таң ертемен қарындарында еш нәрсе жоқ, аш күйлерінде шығып, кешке қарай қарындары толы болып қайтады. Кім оларды ризықтандырған? Әлбетте ол Аллах Тағала. Аллах Тағала айтады: Худ пайғамбарды қауымы өлтірмекші болған кезде ол: қалағандарыңды істеңдер, мен Аллахқа тәуекел еттім деді. Жер бетінде әрбір тірі жанға кім ризық береді? Әлбетте Аллах Тағала. Егер адамдардың барлығы Аллахқа тәуекел еткендерінде олардың ешбірі кедейлікті, мұқтаждықты сезбейтін еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: ешбір жан жазылған ризығын толық алмайынша жан тапсырмайды. Егер Аллах Тағала саған бір динарды жазған болса, сол динарды алмайынша жан тапсырмайсың. Аллах Тағала саған бір түйір бидай нәсіп еткен болса, бір күн өтпестен сен оған қол жеткізесің. Ешбір жан жазылған ризығын толық иемденбегенше жан тәсілім қылмайды. Ендеше Аллахтан қорқыңдар, көркем адал жолмен ризық іздеңдер, халалмен қамданып, харамды тастаңдар. يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Жұмыс жаса, еңбек ет, сатып ал, үйде жатып алып, мен Аллахқа тәуекел етіп жатырмын деме. Әйтпесе сен жалғаншы, жалқау болған боласың. Аллахқа тәуекел етуші ол іс-әрекет қылатын кісі. Сахабалардың кейбірі таң намазын оқымайтын және намаздан кейін ризық несібесіне шықпайтын адам жайында: оларға қайранбыз, оларға ризық қалай беріледі депті. Өйткені ризық ертемен беріледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде айтады: үмметіме таңертеңгі уақыттарында береке берілді. Бірде Закария алейхиссалам Байтул Мақдисте тәрбиеленуші кішкене қыз Мариямға кіреді, оған тағам алып келеді. Өйткені Мариям Закарияның қамқорында еді. Кірген кезде Мариямның жанынан тағамдар көреді. Қыс уақытында жаз мезгілінің тағамдары тұр. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا
قال يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا الطعام؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ودليلنا على ما نقول Біздің сөзіміздің айқыны, бір затты сататын екі саудагерді алып қарайық. Бірінің дүкені мына жерде, екіншінікі қарсысында. Екеуі де бір затты, бір гүлді, сол сыйлықтарды, сол бидайды, және сол күріш пен сол тауарды ғана сатады. Бұл да сатады, бұл да сатады. Бұл байып кетті. Ал бұған ешкім келмеді. Не үшін? Бұған Аллах Тағала өзінің кеңшілігін жазды, ал бұның ризығын тарылтты. Бұл Аллах Тағаладан. Әрекет ет, еңбектен, жұмысыңа бар, егін алқабына бар, аңшылыққа шық, қандай да болмасын әрекет қыл. Бірақ жүрек жалғыз Аллахқа ғана тәуекел етуі тиіс. Егер бізде тәуекел болғанында, Аллахқа қасам, құстарға қараңыздаршы, олардың зейнет ақылары бар ма? Жоқ. Жалақы ала ма? Жоқ. Құстардың банкте есеп шоттары бар ма? Олардың еш нәрсесі жоқ. Бірақ олар Аллахқа тәуекел етеді. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде айтады: менің үмметіме 70 мың жәннатқа есеп қисапсыз кіреді. 70 мың жәннатқа есеп қисапсыз кіреді. Аллаху акбар. Кімдер олар? Олар дем салуды сұрамайтындар, ырымға сенбейтіндер, күйдірумен емделмейтіндер. Яғни олар адамдарға сүйенбейді. Хадистің соңында айтады, олар Раббыларына тәуекел етеді. Жүректерін жалғыз Аллахқа байлаушы 70 мың адам еш сұраусыз тікелей жәннатқа кіреді. Аллах Тағала абыройын сақтаған Мариямға есепсіз нығмет берген рас. Бірақ Аллах оған отыр деді ме? Оның босанғаннан кейін етеккір келген кезде Аллах оған себептерді қолдануға бұйырып, қозғал, шара қолдан деп бұйырды. Өзінде болған себептерге жүгін, ризық Аллахтың қолында. Сен ұйықтап жата бергеніңде саған ризық келе ме? Оның құрма ағашын сілкуі пайда бере ме? Өзі әлсіз, күшсіз әйел, сонымен қатар жаңа ғана босанған, ағаш болса жуан, биік ағаш, еркектердің өздері құрма ағашын сілкеген кезде еш нәрсе түспейді, ал қажыған әлсіз әйелдің сілкегеніне құрмалар қалай түссін? Өйткені Аллах Тағаланың бұлжытпас қағидасы бойынша пендеге ризық ұйқы үстінде келмейді, міндетті түрде ұмтылып әрекет етуі тиіс. Сонымен қатар жүректер де Аллахқа үміт артуы керек. Беруші қол, алушы қолдан артық. Сахабалар тәуекелдің не екенін түсінгендіктен ертемен тұрып базарларға өздерінің тауарларына қарай жол тартатын. Әне Абу Бәкір саудамен айналысты, Умар көтерме саудамен айналысатын, Али адал еңбек ететін, Усман Мединаның ең үлкен саудагерлерінің бірі болатын, Абдурахман ибн Ауф Мединаға хижрат еткен уақытында жанында бір дирхамда болмаған, ансарлардан болған бауырылған, саған үйімді, малымды, барлық дүниемді бөліп беремін деді. Сонда Абдурахман, жоқ, қажет жоқ дейді. Енді не қалайсың деп сұрайды. Маған Мединаның базарын көрсет, жұмыс жасап, әрекет етейін. Сонымен бірге жүректер тек Аллахқа ғана үміт артады деді. Жүректер Аллахқа тәуекел етеді, сонымен қатар жер жүзін кезіп амал етеміз. Пайғамбарлардың атасы, бір құдайшылардың имамы Ибрахим алейхиссалам пайғамбарға Аллах Тағала әйелін әрі омыраудағы сәби Исмаилді суы жоқ Сахараның ортасына тастап кетуді бұйырады. Исмаилдің анасы Ибрахимге айтады: бізді кімге тастап барасың дейді. Орылмастан кете береді. Бізді кімге қалдырып барасың? Мені және ұлымды мынандай қаңыраған қу шөлде кімге тастап барасың? Ибрахим алейхиссалам жауап қатпастан жүре береді. Ажар анамыз:
мұны саған Аллах бұйырды ма дейді. Ибрахим алейхиссалам, иә дейді. Ажар анамыз, демек Аллах бізді құрдымға тастамайды деп жауап қатады. Ол жақсы іс болсын, жаман іс болсын, өлмейтін тірі мәңгі Аллахқа тәуекел ет. Аллах кімді жақсы көреді? Тәуекел етушілерді, барлық жолдарды пайдалан, бірақ кейін Аллахқа тәуекел ет. Исмайылдың анасы Ажар Аллахқа тәуекел еткен кезде Аллах тағала оған Жибрейілді жіберді. Жибрейіл жерді қанатымен ұрған кезде жер жарылып, зәмзәм суы атылып шығады. Жер бетінде ең ұлы су, тіпті сол мекен жер бетіндегі ең қайырлы, берекелі, ризық мол елге айналды. Қазіргі күні Меккедегі жылжымайтын мүліктердің бағасы әлемдегі ең қымбат мүліктерге айналды. Себебі Ажар анамыз кімге тәуекел етті? Ибрахим пайғамбар кімге тәуекел етті? Өз істерін кімге тапсырды? Жалғыз ұлы Аллахқа.